қазір запись қоса салайын, хотя бы ютубқа қоямын, содан кейін запись кетті. Енді жаңа айттым ғой, бірінші забота — это любовь. Заботада больсіз забота. Біз заботиться етеміз ғой, сол кезде больмен заботиться етеміз. Ой, құрисың, ой, өлесің, ой, адам болмайсың, ой, жаңа оқуға түсе алмай қаласың, ой, бір жерің құриды, ауырып қаласың, үйтесің, бүйтесің, алкаш боласың, наркоман боласың деген яқия сала ғой. Деген деп жақсы көру, бұл через боль махаббат. Түсінбедім, мудрость деген не дейді? Неге жазыңыз, орысша мудрость, қазақшасы не деп? Гүлдеріңізді, подаркілеріңізді, пончиктарыңызды жіберіп отырыңыздар. Көбіне эмоция көрсетпейміз. Айжан, дұрыс қой, эмоцияларыңызды көрсетпейсіздер, бірақ іштеріңізде ғой ол қорқыныштың бәрі. Деп қоясыңдар да, бір Аллаға тапсырдым, Аллам, осыны деген, осыны қорғай көр, баламды қорғай көр, үйте көр, бүйте көр деп қорқып отырғандарыңыздың өзі это боль, это переживание, это не любовь. Енді қараңыздар, через боль емес, через любовь болу үшін не істеу керек? Адам ішкі жан дүниесіндегі қорқыныштардың барлығымен жұмыс жасау керек. Низковибрационный эмоцияларымен жұмыс жасау керек. Целостный әйелге айналу керек. Қыздар, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып отырыңыздар. Лайк, комментарий, сонымен бірге нені? Подаркілеріңізді жіберіп отырыңыздар. Мінекей 119 адам болды. Молодцы, это ваша заслуга, қыздар, рахмет. Енді қараңыздар, әйел адам целостный, женственный, осы қоғамға сай, заманға сай, мощный красотка болу үшін ең бірінші қағида, жаңа айттым, ақылдарыңызға шынайы махаббатты қосып, дана әйелге айналыңыздар. Жаңаға ақыл, махаббат, даналық. Түсініңіздер ма? Ум, любовь, мудрость. Жақсы көрем деп жиі айтпаймыз. Жақсы көрем деп жиі айтпайтын адамдар, это же страх стыда. Жақсы көрем деп айтса, ұят сияқты, позор сияқты. Это страх стыда. Страх стыдамен надо работать. Жазира ханым, рахмет, жан. Қыздар, гүлдеріңізді жіберіңіздер, пончиктарыңызды жіберіңіздер, поцелуйларыңызды жіберіңіздер, бәрін жазып отырыңыздар. Мына жердегі эфир жақсы өту, сіздердің қолдарыңызда. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ары қарай кеттік. Екіншісі, білесіздер ма? Әйел адам семьядағы, қоғамдағы және өзінің құрбыларының ортасындағы өзінің рөлін білу керек. Қазіргі қоғамның, қазіргі заманның красотка әйелдерінің, женственная, энергичная, целостная әйелдерінің өмірдегі атқаратын рөлі қандай, қалай ойлайсыздар? Сіздер қандай рөлде жүрсіздер? Әйел адам қыз болсын, әйел болсын, ене болсын, мама болсын, ол первый очередь қазіргі заманда күшті крутизянка әйел болғыларыңыз келсе, сіздер министр культура болу керексіздер ғой. Министр культура, мәдениет министрі, қоғамның мәдениет министрі, отбасының мәдениет министрі, подружкаларыңыздың арасында мәдениет министрі болыңыздар. Жүрген жерлеріңізде жазып алыңыздаршы. Мен бүгіннен бастап оң қолдарыңызды жүректеріңізге қойып, мен бүгіннен бастап менің қызметім мәдениет министрі деп. И сол мәдениет министрінің бойында қандай қабілеттер, қандай қасиеттер бар, соның барлығын прям қолданыңыздар. Мәдениеттің высший пилотажы болу керек. Целостный, проработанный, женственный әйелдің бойында. Мінезді қайтеміз приглушать дейді. Мінез, адамның мінезі өзгереді.
мінез жаңағы бет бақ көк бет айтқаннан қайтпайтын болсаңыздар, ол сіздердің іштеріңіздегі страхтармен сондай болады адам. Адам өзімен жұмыс жасаған кезде проработанный адамның мінезі шелковый болады. Яғни селсный адамның, проработанный адамның мінезі шелковый болады. Ол адам сабырлы болады. На альфа состояние дейміз ғой, сабырлы болады. Түсіндіңіздер ма? Ары қаратай просто тупо примите решение. Мен мәдениет министрімін. Жүрген жерімде, отырған жерімде мәдениет министрімін. Сөйлеген кезіңізде де мәдениет министр, жаңағы мінезімді қайтем деп жатқандар, мәдениет министр екеніңізді есіңізге аласыз да, сөйлеген кезде прям мәдениет министр болып сөйлеңіздер. Лайк басамыз, гүлдеріңіз жіберіңіздер, достар, қыздар. Лайк басуды, комментарий жазуды ұмытып кеттіңіздер, төмендеп кетті. Енді қараңыздаршы, қазір қолдарыңызда ручка қағаздарыңыз болса, мынаны жазып алыңыздаршы. Мына көбінесе селсный адамдардың өзі обидаға кіріп кететін кездері болады, обижаться ететін кездері болады. Түсініп тұрсыздар ма? Обижаться ететін кездері болады. Обида. Дәл қазір кімге обижаться етіп жүрсіз? Хоть мынандай 0,1% обидаңыз бар болса, кішкентай ғана обидаңыз бар болса да, менде бар деп жазыңыздаршы. Енді осы обиданың түпкі тамыры не үшін адамда обида пайда болады, сол туралы айтып берейін. Женственный әйел, айттық қой жаңағы, проработанный әйел, мына эфирден шықпай отырыңыздар, эфирдің соңында 1 айлық программа беремін сіздерге, өздеріңізбен жұмыс жасайтын. Осындай селсный, проработанный, женственный әйелге айналу үшін 1 айлық программаны мен сіздерге тегін берем. Қайдан алу керек екенін мен сіздерге айтам. Шықпай отырыңыздар эфирдің соңына дейін. Ол программамен жұмыс жасау үшін сіздер мен қазіргі айтқанымның барлығын отыйды тыңдау керексіздер. Внимательно тыңдау керексіздер. Тамақ жасап жүріп, ыдыс жуып жүріп, ана сериал көріп отырып, күйеуіңмен сөйлесіп отырып, көріп отырғандарыңыз лучше көрмей қойыңыздар. Эфир барысында терең демалып, тең шығарып отырып көріңіздер. Дышите глубже, вдох-выдох деп отырып көріңіздер. Енді обиданың энергиясы, оказывается, өтірік энергия екен. Өтірікші энергия, обида. Ложь. Обижаться еткен адам өтірік айтып тұрады екен. Бұны түсіну қиын, бірақ жазып қойыңыздаршы. Шындық екеніне күндердің күнінде көздеріңіз жетеді. Мысалы бүйтесіздер ғой, ой, осы күйеуім үшін мен бәрін істеймін, үйттім ғой, биттім ғой, осы күйеуім үшін жаңағы осының минустарына да қарамай, ақша таппағанына қарамай, жұмыс істемегеніне қарамай, или тағы айтыр, бір мыңғырық оправданиелеріңіз бар, обижаться етесіздер, бұл сөйте салмады маған, бүйте салмады деп. Сол обиданың ар жағындағы ложь не? Сіз күйеуіңіз үшін емес, өзіңіз үшін істедіңіз соны. Ложь. Любой обиданы қазатын болсаңыздар, ар жағындағы ложьды тауып алған кезде, сол обидаларыңыз фук кетіп, жоқ болып кетеді, жарылып кетеді. Ложь. Чтобы оправдать свои действия, жар птица, молодец. Біз бүйтеміз, мен деген оның үйіне құдай келген кезде көмектескен болатынмын, абысыныма, менің үйіме қонақ келіп жатқан кезде келе қоймады, үйтпеді, бүйтпеді деп обижаться етесіздер. Ар жағында ложь тұр да. Сен оның үйіне құдасы келген кезде абысының үшін барған жоқсың. Елдер айтпасын деп бардың. Ана абысыны қайда, не көмектеспейді деп через свой страх бардың. Сөйттің да, енді сен
абысының обижаться етіп отырсың, ложь. Сен абысының үшін барған жоқсың ол жерге. Егер шынымен абысының үшін барсаң, абысының сенің үйіңде қонақ болған кезде жүгіріп келетін еді, потому что адамның душасы чувствует любовь. Через ложь обижаетесь. Любой обиданың ар жағын қазыңыздар. Таптыңыздар ма өздеріңіздікін? Таптыңыздар ма? Не үшін? Обидаңызды алыңыз, ұстаңыз обидаңызды. Кімге обижаться етіп отырсың? Сол кезде сен сол обижаться еткен кезде бірдеңкенің қайтарымын ала алмай обижаться етесіңдер ғой. Маған үйтті, сөйтті, бүйтті, мен оған үйткем, мен оған сөйткем деп қайтарымын күтесіңдер. Точно дейді жар птица. У кого точно? Лайк басамыз, достарымызды шақырамыз, комментарий жазамыз. Маған сыйлық жіберіңдер. Роза, пончик, поцелуй бәрін жіберіңіздер. Кімде лампочка жанып жатыр? Лампочка жанып жатқандарың плюс қойыңыздаршы, жүрекше жіберіңіздерші, комментарийға жүрекше жазыңыздар. Ары қарай кеттік па? Целостный адамда обида болмайды. Ешкімге обижаться етпейді. Ешкімге обижаться етпес үшін біздің жан дүниеміздегі жаңағы ложь бар ғой. Ложь через страх туады. Через страх. Қараңыздаршы, сен бір өтірік айтқан кезде не арқылы айтасың? Қорқыныш арқылы айтасың ғой? Мысалы, подружкаңды бір өте де қатты жақсы көрмейсің. Ты меня любишь десе, подружкаңа я дей саласың. Не үшін я дедің? Ты боишься потерять ее. Я тебя не люблю, подруга, извини меня десең, ол екіншісімен дос болмайды ғой. Точно так же. Кез келген обиданың артында ложь тұрады. Обида – это энергия лжи. Түсіндіңіздер ма? Ложь через страх. Мына страхтың 1045 түрін білем мен. Страхтың 1045 түрімен жұмыс жасау үшін маған жеке проработкаға келсеңіздер болады, өздеріңізбен жұмыс жасасаңыздар болады, или болмаса менторствома келсеңіздер болады. Мінекей ертең понедельник кешкісін ана махаббатына подключение деген 1 айлық курсын басталайын деп жатыр. Соған жазылсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Сол ложьбен өмір сүре бересіздер ма? Жоқ, сонымен жұмыс жасап целостный әйелге айналып женственностарыңызды көтересіздер ма? Өздеріңіздің қолдарыңызда. Бірақ ертең басталатын сабаққа қатыссаңыздар да, қатыспасаңыздар да, мен сіздерге 1 айлық программаны сіздерге қазір тегін берем. Ал енді 1 айлық курсқа тіркелсеңіздер, сол 1 айлық программамен қалай жұмыс жасауды мен өзім жетелеп отырып сіздерге үйретем. Не только программа, проработкалар жасайым. 1045 қорқыныштарыңызға проработка жасалынады. 1045 қорқыныштарыңызға. 1 айлық программа мысық бетін көрсетпейтін, өте қолжетімді, өте арзан бағада мына көрсетілген номерге хабарласасыздар. Енді ары қарай кеттік па? Кеттік десеңіздер, я деңіздерші, плюс қойыңыздаршы. Қызық болып жатыр ма? Қызық болып жатса плюс қойыңыздар. Ары қаратай кетеміз. Енді курс сатып кеткен жоқ, мұны айтып жатырмын. Алтынай, қараш, курс сатып кеттің бе деп менің айтқан сөздерім ұнамаса, менің қазіргі айтып жатқан техникаларым сенің миыңа қонбайды. Сатсам мен өз парақшамда отырмын. Реклама жасап отырмын. Мені реакцияға тұқпаңдаршы, қыздар. Алтынай, пожалуйста. Без комментариев. Білгішсің беш. Қолыңнан келсе, отырда 107 адамды алдыңа жинап алда, курс сат. Психологқа психолог керек қып жіберетін адамдар бар ғой. Қасымхан, Гаухар, лайк басыңыздар. Провокацияға кетпеңіз дейді. Сол провокацияларды аузы білақтарды жібереді ғой Алла тағалам.
құралай қайта екесің ал деп. Вот соған берілмеу керек. Дұрыс айтасың. Жар птица, дұрыс айтасың. Берілмеу керек соған провокацияға. Енді перестройка мировоздания. Өз әлеміңіздің картинасын перестраивать надо. Яғни, өз әлеміңіздегі картина деген не? Сіздің осы уақытқа дейінгі өмір сүрдіңіз ғой енді. Ата-анаңыздың өмір салтын көрдіңіз, өзіңіз айналаңыздағылардың өмір салтын көрдіңіз, көршілердің өмір салтын көрдіңіз, подружкаңыздың отбасының өмір салтын көрдіңіз, тұрмысқа шыққандар тұрмысқа шыққан үйінің өмір салтын көрді. Соның барлығы мынау жан-жақтан келеді да сіздің мировозданиеңізді, сіздің әлеміңізді құрайды. Енді сол сіздің дәл қазіргі сүріп жатқан өміріңіз сіздің әлеміңіздегі картинамен өмір сүріп жатырсыз да. Енді сол сіздің әлеміңіздегі картинаны сіз өзгерту керексіз. Қалай өзгертесіз? Качество мировоздания поменять. Жазып қойыңыздар. Качество мировоздания буду менять деп. Мейлі, менің анам бақытсыз болса да, әкем бақытсыз болса да, әкесіз өссем де, әкем қайтыс болып кетсе де, анам қайтыс болып кетсе де, менің айналамдағы адамдардың арасында миллионер жоқ болса да, мен миллионер боламын. Мен бақытты болам, мен селсная болам, мен миллионер жігітке тұрмысқа шығам, не болмаса менің күйеуім миллионерге айналады. Мен бұл мировозданиені прям сындырам. Бұл мировозданиені мен қайтадан құрастырам деңіздер. Мировозданиесін қайтадан құрастыру үшін адам өзімен жұмыс жасайды. Өзіңнің ішкі жан дүниеңді реттеу арқылы через проработка өз әлемімдегі мына картинаны өшірем. Бақытсыздықты өшірем, оның орнына бақыт орнатам. Кедейлікті өшірем, оның орнына байлық орнатам. Аурушаңдықты өшірем мировозданиемнен, оның орнына денсаулық орнатам деген кәдімгідей мықты техникалармен жасалатын проработкалар бар. Маған келіңіздер, басқаға барыңыздар, өздеріңіздің қалаған жақсы көрген адамдарыңызға, психологтарыңызға барып проработкадан өтіңіздер, курстарына қатысыңыздар. Маған бәрібір, әйтеуір өзгеріңдерші. Маған ғана кел деп жатқан жоқпын. Әр адамның өзінің жақсы көретін психологы болады. Әр адамның өзінің жаңағы проводнигі болады. Әр адамның өзінің жаңағы жүрегіндегі қылдары бір-біріне сәйкес келетін, жан дүниелеріндегі музыкалары бір-біріне сәйкес келетін адамдар болады. Мен содан кейін ғой сіздерге мен сізбін деп айтатыным. Егер сіз дәл қазір аузыңыздан сілекейіңіз ағып, менің айтқандарым жүрегіңізге қонып, мен тыңдап отырсаңыз, значит екеуміз бір-бірімізге ұқсайтын адамдармыз. Мен сіздің дәл қазір жүріп жатқан жолыңыздан мен жүріп өтіп кеткен адам болуым мүмкін. Мен де үлкенді, кішілі, жақсылы, жаманды біраз жолдан жүрдім. Сол жолдан жүрген адамдар мысалы бірдей проблемамен, бірдей программалармен, бірдей көзқарастармен адамдар бір-бірлеріне тартылады. Бұл заңдылық, тартылыс заңдылығы. Закон притяжения. Түсінесіздер ме? Апельсиндер тауып алады. Алмалар тауып алады. Лайк басыңыздар, сыйлық жіберіңіздерші. Қулықпен еркекті ұстау деген 52 келіп жалғыз қалған адамға уже бәрі поздно сияқты. Жоқ, Рая. 52-де только начинается жизнь. Мен сол жастамын ғой. Мен өзімді біреу тебе поздно десе тұмсығын бұзар едім. Чё вы раньше времени сдаетесь? Не сдавайтесь. Қыздар, қанша жаста болғандарыңыз маңызды емес, адамның жүрегі ешқашан қартаймайды. Не сдавайтесь. Өздеріңізге айтыңыздаршы, я не буду сдаваться деп. У меня все впереди. Я все сделаю ради себя. Қыздар, көп адамдар деген бала шағасы үшін өмір сүреді, соларды жеткізем деп жүреді да, уже оларды жеткізген кезде бүйтіп қараса өзі қартайып кеткен сияқты болады. Все, менің өмірім бітті деп өзіне точка қояды. Олай істемеңдер. Жизнь только начинается. Баланы таптың, бақтың, жеткіздің. Енді солардың рахатын көретін сәттесің. Рахатын көретін. Ал рахатын көре алмай жатсың ба, уже проблема в тебе.
надо работать с собой. Ішіңдегі жаңағы сені деген уже все деп саған болды деп бүйтіп крес қойғызып жатқан состояние, крес қойғызып жатқан сезім, эмоциялармен жұмыс жасау керексің. Лайк басамыз, достар, лайк басамыз. Өтірік ауру болып тынасың дейді. Қиналып отырмын дейді. Ақбота жаным, қиналмашы, просто вдох-выдох жасап, просто тыңдашы. Ауру болып тынасың десең, ауру болып тынасың, это твоя программа. Өзіңіздің программа қойып отырсыңдар. Сендер ауырып қалсаңдар, Құдайдан көрмеңдер. Программа. Вы решили болеть. Егер сіз кедей болсаңыз, вы решили стать бедняком. Если сіз бай болсаңыз, вы решили стать богатым. Болды. Алгоритм оп-оңай. Сіз қандай решение қабылдайсыз, сол сіздің өміріңізде болады. Ары қарай кеттік. Перестройка, мировоздание жаздыңдар ма? Перестройка, мировоздание. Именно осы мировозданиеге байланысты мен бір күшті сабақ өткізбесем сіздерге, иә? И сол мировозданиеге байланысты сабақты күтіп жүріңдерші. Тегін өткізем, қыздар. Осы мировозданиеге байланысты мен 1,5 миллионға 1,5 айлық сабақ өткен болатын. Сол 1,5 миллионның сабағының бір несі мен сіздерге күндердің күнінде бір сабағын сіздерге тегін прям не қылам, көрсетем сіздерге. Күтіп жүріңіздер. Ол үшін подписаться етіп қойыңдар. Мені таппай қалмаңдар. Бай болайын десем, білем, мен аяғым ауырып қоймай жүр ғой дейді. Аяқтың ауырғанның себебін табу керек, ол физический ма, духовный ма табу керек. Енді қарай. Перестройка мировоздания. Енді настоящий женственный әйелдердің постоянно айту керек бір сөзі бар. Постоянно айту керек бір сөзі бар. Айтайын ба, кімге қызық? Кто не подписан, подпишитесь. На төбесінде ма, астыңғы жағында ма, подписаться деген тұрады. Соған подпишитесь. Подпишемся. Тіркелдіңіздер ма? Енді қараңыздар. Мен көмекшімнің номерінде скрин жасап алып қойыңыздар. Қазір мен айтам, керек болады сіздерге. Енді қараңыздар. Ары қаратай. Женственный болғыларыңыз келсе, біздің айналамыздағы еркектер, қандай еркектер бар айтыңдаршы? Ең бірінші, кім? Күйеуіңіз. Екінші, әкеңіз. Үшінші, бауырыңыз, балаңыз, қайындарыңыз, қайнағаларыңыз. Вплоть до того, бастығыңыз, одан кейін көшеде жүрген любой еркек. Мына әлемдегі еркек атаулы, еркек кіндіктінің барлығы сіз үшін еркек болу керек. Ол деген ана инвалид, көшеде кетіп бара жатқан еркек па, или болмаса жұмыс істемейтін еркек па, неважно. Алланың жаратқан еркектерінің барлығы сіз үшін, прям сіздің көз алдыңызда сізден мықты болу керек. И сол еркектерді көрген кезде постоянно сіздер мына сөзді айту керексіздер. Ты мужчина деген. Ты мужчина. Ешқашан сен обязансың, сен анандайсың, сен мынандайсың, итп деп мыңғырық сөз айтқанның орнына күйеуіңізге: жан, маған деньги нужны. Дай мне деньги. Береді ғой, берген кезде. Ой, бірдеңке деп мыңғырық сөз айтпаңдар. Ты же мужчина. Постоянно. Балаңыз бір нәрседен қорқып тұр ма? Мама, что делать? Мне нужны деньги. Сізге келіп балаңыз сізді әйел ретінде көрмей, сізден ақша сұрап тұр ма? Ты справишься. Ты же мужчина. Ты мужчина. Сен еркексің. Мысалы, баланы кішкентай кезінен еркек болуға тәрбиелеу керек. Кішкентай бала ана жақта жатқан ойыншығын, ана ойыншықты алда, ойыншықтар тұратын жерге қойшы деп айтыңыз. Барып алып ананы қояды ғой, сол кезде: ой, нағыз еркексің. Постоянно еркектің құлағына еркек екенін құя беру керек, нағыз еркек болады. Ал сіз еркектің еркек екенін мойындаған сәтте сіз нағыз әйелге айналасыз.
Түсіндіңіздер ме? Күшті техника. Нағыз еркек. Балаңыз бір күн ерте тұрып қалды ма? Ой, мінекей, молодец, нағыз еркек. Ты же мужчина. Ты справишься. Ты мужчина. Ты мужчина. Сен еркексің, құлағына құя беріңіз. Сіз қанша рет еркектердің құлағына құяу арқылы оның еркек екенін мойындаған кезде өзіңіздің женственностіңіз көтеріледі. Түсіндіре алдым ба? Лайк басамыз, достар, лайк басайық. Комментарий жазайық. 141 адам. Это ваша заслуга. Лайк басып жатырсыздар. Тура мына экран бар ғой, мына экран ортасын бүйтіп баса беріңіздерші. Мен өзім басуға қолым тимей жатыр, сіздерге сөйлеп жатырмын ғой. Қазір кешігіп кіргендер, менің YouTube каналым бар, Құралай Калиева деген, сол жерге подписаться етіп алыңыздар. Мынаны запись жасап жатырмын. Қазір соны сол жерге саламын. Басын көріп аласыздар. Ары қарай кеттік. Күшті кетіп жатыр ма, достар? Лайк басыңыздар. Маған гүл жіберіңдерші кішкене. Гүл, пончик, бірдеңкелер жіберсеңдерші, сыйлықтар. Мына жақта астында подарка деп, мына подарканың суреті тұрады. Сол жерге кірсеңіздер бар. Күшті, сіздің техникаңыздың арқасында мен үй салып алған адамын. Сол техникамен бөлісе отырыңызшы, мына жерге жазып. Енді ары қарай кеттік. Адам 3 рет туылады екен. Кім біледі осы? Адам 3 рет туылады дегенді кім біледі? Жазыңдаршы. Менен ақыллыларың бар ма екен? 3 рет қандай кезде туылады? Сол 3 перерождениеден адам өту керек. Селостный женственный болу үшін. Яғни селостный женственный әйелдер, олар автоматически владеет всеми, и деньгами, и со здоровьем, со всеми, и с мужчинами, со всеми владеют. 3 рет туылады адам. 3 рет туылады. Қанша рет туылдыңдар? Көбің бір-ақ рет туылып жүрсіңдер ғой. Кім қанша рет туылды айтыңдаршы? Кім қанша рет туылды? Кім біледі? Лайк басыңыздар. Білсеңіздер плюс қойыңыздар, білмесеңіздер минус қойыңыздаршы. Давайте. Енді сіздер бәрің біліп тұрсаңдар, мен оны айтпай қойайын. Білмесеңдер айтам. Анадан туылдыңдар, 1 рет туылдыңдар. 3 рет қайтып туылады адам. Мына білем дейді біреусі. Кіме білем деп жатқан? Кім? Ұлжан білем дейді. Жазшы, Ұлжан. Давай, Ұлжанның жауабын күтеміз. Білем деді ғой. Білмеймін дейді. Ұлжан плюс қойдың ғой, білем деп. Лайк басамыз. Күйеу жоқ болса білмейм, бұрын бірнеше рет кірген сияқтымын, жасынан үлкен кәрі көрінем дейді. Жаным. В общем, короче, сдаетесь, да? Никто не знает. Енді тыңдап алыңдар, құлақтарыңа алтын сырға. Ұлжан, қайдасың? Керемет психолог маман 3 жылдан бері тіркелгем дейді Ұлжан. Жаным. Білем дедің ғой, жаным, плюс қойдың ғой. Жарайды, кеттік. Адам, естественно, бірінші рет туылған кезде бұл физический рождение. Ананың құрсағында 9 ай болып, 9 ай 9 күн 9 сағат болған кезде анадан ажырап сыртқа қарай шығу, это физический рождение. Бұл бірінші туылу. Енді екінші туылу психологический рождение. Адам жауапкершілікті бүкіл өзінің өмірі үшін, өзі үшін жауапкершілікті өз мойнына ала алатын зрелый состояниеге келген кезде екінші рет туылады. Бұны психологический рождение дейді. Психологический рождение. Қазір жауапкершілікті мойнына ала алмайтын қаншама еркектер, қаншама әйелдер құра анасынан ғана туылып, физически тұрғыда өсіп, 30-ға, 40-қа, 50-ге, 60-қа келіп алып, әлі физически ғана бір-ақ рет туылып жүрген адамдар бар. Келсесіңдер ма? Анадан ояну өзімен тараған ұрпаққа қайта құйылу деймі, түсінген жоқпын.
санасы өспегендер бар ғой, жауапкершілік ала алмайды, жұмыс істемейді, ақша таппайды, әке шешесінің пенсиясына жабысып, әйелінің тапқан ақшасына жабысып, они просто физически росли, психологически не росли, второй раз не родились. Ол адамның өзінің сатылары ғой. Өмір сүруінің сатылары. Физически өскенмен ол психологически не родилась. Поэтому жауапкершілік мойнына ала алмайды. Біреу тұрмақ өзі үшін жауапкершілік ала алмайды. Бұл қараңыздар, екінші рет туылу. Енді үшінші рет туылу деген не? Үшінші рет адам духовно рождается. Жаңа психологический рождение, жауапкершілікті өзінің мойнына алады ғой. Ол адам жаңағы через уверенность жауапкершілік алады, қорқыныштарын жеңеді, бірақ ол адам духовно еще не родился. Адам, енді психологически рожденный адам жүріп уже өзімен жұмыстана бастайды. Өзін тани бастайды, өзінің программаларын ажырата бастайды, қорқыныштарын біле бастайды. Сөйтеді да мировозданиесін өзгертеді. Қараңыздаршы, қорқыныштар, программалар, мировозданиелермен жұмыс жасаған кезде бұл адамда духовность көтеріледі. Духовность, яғни мейірімділік, сабырлылық, топан су тобығынан келмейтін, қорқыныштары кетеді, сабырлы бола бастайды, мейірімді бола бастайды, энергиясы көтеріледі, духовный болады. Бұл духовный рождение. Міне адамдар үш рет туылады. Физический, психологический, духовный. Осы физический, психологический, духовный рождениеден өткен әйелдер нағыз женственный, целостный, проработанный, нағыз куртизанка әйелдер. Духовность. Мына жерде бекер жазған жоқпын. Адам, ум, любовь, мудрость, даналық. Даналық деген дана әйел ретінде өмірге келеді. Дана әйел қай кезде болады? Проработанный болмасаң, мың жерден сен даналықтың нелерін кітабын алып жаттап ал, оны істей алмайсың. Через сердце шықпайды ол. Даналық, духовность деген даналық. У меня скоро третье рождение будет. Қараңыздар, третье рождение, менің мына жерде менторлыққа қатысқан ханымдарым отыр, они уже третий раз уже родились. Духовность пайда болады. Олар еш нәрседен қорқпайды, страхтарымен жұмыс жасап тастаған, сабырлы, даже қуанған кезде де мерасымен қуанады, қайғырған кезде де мерасымен қайғырады. Дух. Мына адамның өзімен жұмыс жасаған кезде дух растет, дух пайда болады. Духовность деген духты өсіру, сана деңгейін өсіру деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Дух. Проработка жасаған кезде, адам өзімен өзі жұмыс жасаған кезде, терапиядан өткен кезде, адам өзін таныған кезде дух көтеріледі. Дух көтерілу деген рух көтерілу. Рух көтерілу деген сана деңгейі көтерілу. Духы жоғары, рухы жоғары, сана деңгейі көтерілген адам мына өмірде өзіне не керек, соның бәріне қол жеткізе алады. Түсіндіре алдым ба? Адам 3 рет рождается. Жазыңдаршы, кімге что понятно? Кім неше рет туылыпты, оказывается. Лайк басамыз, гүл жіберсеңдерші. Рухым асып тұр ғой дейді, мен ғой дейді. Курс сколько стоит? Көрсетілген номерге хабарласыңыздар, ертең басталатын курс туралы білгілеріңіз келсе. Арғарай айта берейін ба? 173 адам отыр екенбіз. Айта берейін, Мен бірінші рет естіп тұрмын. Мен өткенде Көлсайға үлкен ретритқа бардым ғой. Көлсайда отырып, мен даже ұстазымның тура жанында бір төсекте жаттым. Ол кісімен сөйлескен жоқ, мен өзім сөйлестім.
Адамдар болады ғой, мысалы көптен көрмеген адамдарды көрсең соған жабысып сөйлесесіңдер ғой, а мен өзіммен өзім сөйлестім. Сол кезде осы алгоритмді мен прям өзімнің ой елегімнен өткізіп өзім айтып тұрмын сіздерге, честно говоря. Мен духовныйға жеткен сияқтымын, бірақ ақша келу аздау болып тұр. Яғни бір жерде кедергі бар сізде. Проработкамен іздеңіз, табыңыз, алғызып тастаңыз. Енді ары қарай. Чтобы стать женственной, проработанной, целостной женщиной, сіз жаңа еркектерге ты мужчина дегенді айт дедім ғой, иә? Еркек, молодецсің, еркексің сен деген сөз жаттап алыңыздар. Енді сен өзіңе айтатын сөзің болу керек. Интересно ма? Жазыңыздаршы. Ұстазымнан көбірек білім алдым, бірақ размышлена бір номерде қалдық қой. Сол кезде мен ол кісінің вообще мазасын алмай, мен өзім ұстазбын ғой. Ана таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін сабақ өтті ол кісі. Энергиясының бәрін сарқып берген кезде одан ары дым көрмегендей жабысып, энергиясын присосаться не хочу я. Мен Таиландта да ол кісімен бірге жаттым, Дубайда да бірге жаттым. Номерге келген кезде просто житейский ғана әңгімелер, бүйтіп артық сұрақтар қойып миын ашытпаймын вообще. Это норма. Ей тоже нравится со мной быть. Айтады, Құралай ханым, с вами очень комфортно деп. Ана бүкіл энергиясын сабаққа беріп, номерге келгенде демалғысы келеді ғой. Сол кезде мен я ей вообще не мешаю. Қызықпа плюс қойыңыздаршы. Өзіңізге постоянно айтып жүру керексіз. Женственності көтеру үшін. Сабақ интересный болса, ертең басталатын бір айлық курс интересный болатын болса, номерге хабарласыңыздар. 8-747-7-40-76. Тоғжан, рахмет. Тоғжан сияқты болмайсыңдар ма? Күшті от всего сердца деген жіберді маған. Жіберіңдерші. Ана розочка деп жүрсем, розочка деген 1 теңге тұрады екен ғой. Зато от души деңіздерші. Жіберіңіздерші, комментарий жазыңыздар. Давайте, қызық па? Қос белгісін қойыңыздар, айт десеңіздер, айтайын. Айт десеңіздер, айтайын. Айт десеңіздер, айтайын. Айкен, рахмет. Қандай күшті. Мен корона пайда болды Айкен. Тағы жіберіңдерші, мен алысы тұрып қалдым, коронаны көрмей қалдым. Номерді қайта айтыңызшы дейді. Қыздар, төбедегі номер сіздерге көрініп тұрғанын жоқ па? Сарымен көрініп тұрған жоқ па? От всего сердца, бал сезім, рахмет. Ал кеттік. Дайын болыңдар. Именно өздеріңізге айтатын сөз. Мен бұны баяғыда естігем, өзім мен практиковать етем. Маған бәрі болады деген сөз. Айтыңыздаршы, маған бәрі болады. Мысалы, сіздерге ой келді, бір нәрсе алғыңыз келді. Сол кезде бірден ақылыңыз не дейді? Ой, ақша жоқ, қоятыр, жетпейді ақша. Зачем? Анау проблема, мынау проблема деп айтады ғой. Соған кезде мне все можно деңіз. Қыздар, просто бір стакан су беріңізші. Мынау қатты тәтті да. Беріңізші. Мне все можно. Театрға барғыңыз келе ма? Скажите себе, мне все можно. Разрешите себе. В первую очередь разрешите себе. Сонда сізге бүкіл әлем разрешать етеді сіздің қалағаныңызды. Сіз өзіңіз іштенке разрешать етпейсіз, и әлем сізге бір нәрсені разрешать еткенін қалағаныңызды орындаған қалайсыз да, Алланың қалағаныңызды орындаған қалайсыз, күйеуіңіздің, балаңыздың, жақындарыңыздың, вселенная, пространство дейміз ғой, солар біздің қалағанымызды орындаған қалаймыз, біз өзіміз орындамаймыз.
Мне все можно. Вот, айтыңыз, я хочу цветы. Ой, кім сыйлайды дейсің деген ой келеді, сразу негатив ой артынан жүгіріп келеді сол кезде. Мне все можно. Раз уж я хочу, значит, я принимаю решение, что маған гүл келеді. Я хочу цветы. Я хочу миллионы. Я хочу Диордың помадасын. Я хочу курсқа барғым келеді. Я хочу проработка. Я буду работать с собой. Мне можно все. Разрешите. Орысша айтқанда тез қабылданады дейді Оксана ханым, сізбен келсем. Мне можно все. Бір күн үйлеріңізде кеш тұрыңыздаршы. Мне можно все деп. Бір күн үйлеріңізді жинамай қойыңыздар. Мне можно все. Бір күн расслабьтесь, өздеріңізге арнаңыздар. Мне можно все. Мен осы техниканы бүйтіп ең бірінші орындағам. В общем, мен завуч болып жүрем ғой мектепте, сол кезде өмір жұмыстан қалмайтынмын ғой. Бір күні алдым да, осы психологтар тыңдап, психологический кітаптар оқып бастаған кезде, бір күні алдым да, больничный алдым да, Қытайға кетіп қалдым. Мне можно все деп. Анау мектеп қылық болатын сияқты көретінмін ғой. Кетіп қалдым. Мне можно все деп. Ешкімге айтқан жоқпын, ол кезде білмейді ғой, Инстаграм, рахмет. Инстаграм, ТикТок деген ештеңке жоқ, қайда жүргенімді көре алмайды ешкім, білмейді. Я болею, типа болею, мне можно все дедім да кетіп қалдым. Вот разрешите себе то, что давно кто что не разрешал. Биба, рахмет, рахмет. Мне можно все. Люблю тебя так сильно, дейді. Жазып қойыңдаршы. Мне можно все. Мне можно все. Ресторанға барыңдар. Ресторанға өмір бармағандарың барыңдар. Мне можно все деңдер. Давайте. Давайте. От Оксаны дейді. Биба, рахмет, Оксана ханым, рахмет. Сәлем, сәлем, сәлем. Пламенный сердце. Қазақша айттыңыз, өтініш дейді. Маған бәрі болады. Я мен өзіме бәріне рұқсат етем. Қазіргі заманда орысша сөз түсінбейтін адам жоқ, негізі бар ғой. Лайк басыңдаршы, комментарий жазыңдаршы. Рахмет, сыйлықтарыңа рахмет. Ары қарай продолжать ете берейін ба? Қызық па? Достар, ертең менің рекламный пауза. Ертең мен 1 айлық осы проработка жасайтын, групповой бірақ қорқыныштармен жұмыс жасайтын ана махаббатына Гүлжан ханым, рахмет, подключение жасайтын күшті сабағым басталады. Мына жердегі көрініп тұрған номерді скрин жасап алыңыздар, соған хабарласып тіркелесіздер. Мен оралманмын дейді, мен өзіме бәрін рұқсат етемін. Ой, Тоғжан ханым, я разрешаю себе изучать русский язык деңізші. Мен өзіме орыс тілін үйренуге рұқсат етем деңіз. Мен мысалы Қытайға бардым, 2013 жылдары барған кезімде, Қытайдың қазақтары орысша осы Алматының қазақтарындай болып айтып жүрген көріп таңғалғам. Шектеу мида. Қытайдағыларға орыс тілдің керегіне деп ойлағам сол кезде. Қайдан үйрендіңдер деп? Мектептен деді ғой. Бағасы туралы, қалай өтетіні туралы толық ақпаратты көмекшіден аласыздар. Гаухар 8747 740 76. Ары қарай кеттік па? Лайк басыңдар. Гүл жіберіңдер, пончик жіберіңдер, сердечко жіберіңдер. Өте әдемісіз дейді Гүлжан ханым. Рахмет, рахмет. Ал кеттік. Мне можно все. Жазып қойдыңдар ма? Енді біздің әйел адамдарды нағыз бай қылатын, женственный қылатын. Мысалы, без женственности миллионер болуға болады. Бірақ ол не то да. Через женственность, жаңа миллиондарыңызға женственность кеп қосылса, вообще аромат деген енді вкус күшті болады. Түсініп тұрсыздар ма? Ақшаң жоқ болса, миллионер болу үшін саған женственность керек. Миллионер болсаң, сол миллиондардың вкусын деп кайфовать ету үшін женственность керек.
Сол женственностьті көтеру үшін бізге подключение к материнской любви керек. Түсініңіздер ма? Подключение к материнской любви. Біз жаңа айттық қой, адамда ақыл болған кезде, махаббат болған кезде мудрость болады. Мудростьтің ішіндегі ингредиент ол женственность. Женственный болам десеңіздер, подключение к материнской любви. Енді қараңыздар, мамаларыңызды елестетіңіздер. Мамаларыңыз сіздерге 100% божественный махаббат бере алды ма? Егер ол кісі сіздерге бере алмаса, значит ол кісінің өзінде де болмаған болуы мүмкін, немесе сіз ала алмаған болуыңыз мүмкін через травма. Оны разберемся, сол курста разберемся. Мамаңызда махаббат болмаса, онда мамаңыз арқылы анау әжеңіздегі махаббатқа подключаемся. Әжеңіздің мамасындағы махаббатқа подключаемся. Анау женский линиядағы махаббатқа подключаться еткен кезде вулкан болып бұрқырап тұрып женственностьтарыңыз көтеріледі ғой. Представляете? Мен оның техникасын білем. Ертең басталатын сабақ именно сол ана махаббатына подключение. Целостный, женственный, крутизянка женщина болғыларың келсе, ана махаббатына подключайтесь. Бағасы туралы көмекшімен білесіздер. Көмекшінің номері тұр. Түсіне алдыңыздар ма? Түсіне алдыңыздар ма? Подключение материнской любви. Ана махаббатына қосылу, жазып қойыңдар. Женственный болу үшін, куртизанка болу үшін, осы заманға сай, целостный, мудрый женщина болу үшін подключение к материнской любви. Очень важно. Важно. Бағанан бері айтып отырғандар да важно. Бірақ соның ішінде важныйдың важные осы подключение к материнской любви. Енді араларыңызда енді әртүрлі ғой, әркімнің тағдыры. Мысалы, жас қыздар болады, күйеуге шыққысы келмейтін. Ажырасып кеткен қыздар болады, күйеуге шыққысы келмейтін. Күйеулері өліп қалған адамдар болады, күйеуге шыққысы келмейді. Бұл сондайларың бар ма? Как вы думаете, это нормально? Как вы думаете? Әжеңізде ондай махаббат болмауы мүмкін емес. Просто біз олардың махаббатын сезін алмаймыз да. Әйтеуір біреуінде бар ғой махаббат. Мына 7 ата-бабаның махаббаты біреуінде бар да. Әйтеуір біреуіне пападайым бар. Күйеуден басқа әңгіме жоқ па дейді. Ана триггериться етіп отыр. Күйеу деген сөзді естігісі келмей жыныстап отыр да. Енді қараңыздар. Не хотеть выйти замуж нормально для ненормальных. Түсіндіңіздер ме? Күйеуге шыққысы келмеу дұрыс. Дұрыс емес адамдар үшін дұрыс. Не хотеть выйти замуж нормально для ненормальных. Түсін алдыңдар ма? Түпкі төркін түсін алдыңыздар ма? Лайк басамыз, комментарий жазамыз, лайк басамыз. Неге адамдар күйеуге шыққысы келмейді? Еркектерден қорқады, еркектерден көңілі қалған, анау пынау деген көп нәрсе бар ғой, көп сылтау бар ғой. Оның барлығы сылтау. Негізінде ол адам семейный өмірге дайын емес. Просто семейный өмірге дайын емес. Сөйтті да ажырасып кетті. Или күйеуге шықпай жүр. Ондай адамдар болсаңыздар, тоже материнский любовьқа подключение сабағынан қалмаңыздар. Я вам лично даю слово помогу. Тоже. Қараңыздар, ана махаббаты энергиясына подключение сабағына кімдер келу керек? Ең бірінші, ақшамыз көбейсін дегендер келіңдер. Денсаулығым жақсы болсын дегендер келіңдер. Бала шағаммен, байыммен, туыстарыммен отношениям күшейсін дегендер келіңдер. Жарқырап красотка болып жүргім келеді дегендер келіңдер. Я хочу замуж за любимого. Это нормально. Молодец.
Мына адамдардың ішінде болады. Ой, зачем мне выйти замуж? Мен айналамда подружкалар бар. Ой, енді соның носкиін жуып, енді жудық қой кезінде, қадірімізді білсе ғана дейді. Это ненормально. Не хочу выйти замуж деген нормально для ненормальных женщин. Түсіндіңдер ма? Енді ең соңғы нәрсені айтам. Генетическое здоровье. Очень важно. Генетикалық деннің саулығы. ДНК деңгейіндегі генетиканың саулығы. Осы уақытқа дейін генетикадағы болған келеңсіздіктерді устранить можно через проработку. Түсіндіңіздер ма? Генетиканың саулығы. Егер сіз өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз генетика деңгейінде изменение жасайсыз, өзгерістер енгізесіз. Сіз өзіңізбен жұмыс жасаған кезде бала шағаңыздың 7 ұрпағыңызға дейін сіз өзіңіздегі генетика деңгейіндегі программаларды өшіресіз ғой. 7 ұрпағыңызға дейін сіз генетикасын тазалайсыз. Круто же. Сол үшін қыздар, я не знаю, маған келесіңдер ма, келмейсіңдер ма, өздерің білесіңдер, работайте с собой. Көп қой психолог көп. Арзаны да бар, құрзаны да бар, бір кітап оқып алған психологтар да бар, бүкіл өмірін психологияға арнаған психологтар бар. Өзіңіздің жүрегіңіз кімді қалап тұр, соған барыңыз. Бірақ мен сіздерге бірден айтам. 5000 теңгелік психологқа барып, генетикамды өзгертем деп дәмеленбей ақ қойыңдар. Менің жеке қабылдауым өте қымбат, менторлығым өте қымбат, бірақ мына ертең басталатын сабақ сендерге арнап өте қолжетімді бағада. 99% скидкамен. 99% скидкамен. Просто энергия обмен болу үшін ғана төлейсіздер. Мен бір ай сіздермен жұмыс жасаймын. WhatsApp'та бірге отырам, сабақ өтем, каждый раз күнде тапсырма берем, легкий женственностарыңды көтеретін тапсырмалар. Енді қараңыздар, сізге жетпеді басқасы дейді. Рахмет, Айзере. Енді қараңыздар, сол сабаққа келесіңдер ма, келмейсіңдер ма, ол сендерге керек, маған емес. Принимайте решение. Сол сабаққа келгендермен бір ай бойы өзім жұмыс жасаймын. Ал енді келмегендеріңіз мына көрсетілген номерге хабарласыңыздар, WhatsAppқа жазыңыздар. Сіздерге бір айлық женственность көтеретін бағдарлама береді. От меня подарок, просто подарок. Өздеріңізбен өздеріңіз жұмыс жасай бересіздер. Ал енді өздеріңізбен өздеріңіз жұмыс жасай берем дегендеріңізде хабарласыңыздар, сабаққа қатысам дегендеріңізде хабарласыңыздар. Егер сол бір айлық программа бойынша менімен бірге сол программаны және проработканы өтем, өзімен жұмыс жасайым, женственностьімді көтерем, мудростьқа жетем, целостная, проработанная, женственная женщина болам дегендеріңіз осы сабақтан қалмаңыздар. Олар да осы номерге Гаухарға хабарласасыздар. Маған риза болыңыздар. Сабақ ұнады ма? Өзіме ұнады. Қазір мен осы записті YouTube'қа салам, YouTube'дан көріп аласыздар. Хорошо? Рахмет, Тоғжан. Подаркілеріңізді лақтырыңдар. Буду принимать. Мне можно все. Қыздар, сіздерге айтатын кеңесім, мне можно все деңдер да, курсқа келсеңдерші. Биба, рахмет, рахмет жаным. Рахмет. Биба, күшті подаркілерің жаным. Кому понравилось, подарки кидайте подарками. Мне можно все. Все подарки можно мне. Все подарки можно мне. 162 адам отырып бердіңдер, рахмет. Патология қаншадан болды? Я везде своя. Еркектерге не деп айтасыңдар? Ты мужчина дейсіңдер. Өздеріңе не дейсіңдер? Мне можно все дейсіңдер.
Керемет ұялған дейді, күшті. Проработкадан өтіп ұялған қыздар бар. Біз ана үй алу, ойбай миллионер болу, андай пындай деп айтпаймыз. Сіздермен жұмыс жасаймын, бірақ сіздердің қалауларыңыз орындалады. Запроспен келіңіздер. Биба, вам с уважением к вам, я сын Оксаны дейді. Рахмет, Биба. Оксана ханым, рахмет. Жар птица, куртизанка деген өзіме ұнайды. Я куртизанка қызбын. Мне можно все. Куртизанка деген сөзді қолданам ба? Сексуальная дегенді я сама знаю. Мне можно все. Шектемеңдер қыздар. Мені де шектемеңдер, өздеріңді шектемеңдер. Бағасы туралы көмекшімен білесіздер. 24 ай бар, Каспирет бар, Каспир рассрочка бар, бірақ өте қолжетімді баға. 99% жеңілдікпен. Бәрі мне можно все деп үйретіп отырсам, куртизанканы қолданбашы, үйтпеш. Шектеу қоймаңдар, мидың шектеудің бәрі біздің миымызда. Жанар, рахмет. Душой и телом красивая. Мен қыздар 2 сағат 9-да кірдім ба? 10-11, 2 сағат аузым жабылмай, аузым көпіріп сендерге әңгіме айтып беріп отырмын. Сіздер мына менің көмекшіме просто хабарласуға ерініп айта салсаңшы деп отырсыңдар. Айтпаймын. Хоть какой-нибудь еңбек етіңдер, көмекшіме хабарласыңдар. Курс болса курсты аласыңдар, жаңа 1 айлық программа болса 1 айлық программаны аласыңдар. 1 айлық өздеріңнің женственностарыңызды, өздеріңіздің селостностарыңызды көтеретін программа. Сәдеді. Рахмет. Номер айтыңызшы. Қыздар, номер көрінбей тұр ма? 8-747 7-0-0-0-0-76. Номер көрініп тұр ма, қыздар? Номер көрініп тұр ма? Дурия Сыдыкова. Сыдыдыды. Номер көрініп тұр дейді ғой, не айт деп жатыр аналар. Бағасы вообще қолжетімді. Мысық бетін көрсетпейтін баға. Мне можно все. Мне можно все деңдерді, көздерің жұмыңдарды, қайдан шықса, онан шықсын деп сол курсқа келіңдер. Тура бүгінгі айтқан сияқтының неше атасын айтып берем о жерде. Аймана, рахмет, күшті дейді. Кім қандай инсайт алды? Миларыңда лампочка жанды. Рахмет, жандарым. Курс Zoom'да өтеді. Алғысым шексіз бүгінгі берген біліміңізге дейді. Рахмет, Оксана. Ты же мужчина. Жан, кредит келе жатыр. Ты же мужчина. Найди деньги. Жасарып кетіпсіз дейді. Ой, рахмет. Мен благодарность, больше состояние. Мен өзіме рұқсат етемін. Алла разы болсын сізге дейді. Шын берген қызы. Люблю, благодарю. Я тоже благодарю, Тоғжан. Благодарю. Лайк. Ал достар, уақытты созбайық. Бүгінгі сабақ қайырлы болсын. Мне можно все деп выбирайте себя, курсқа келіңіздер. Ертең басталады. Каспирет, рассрочка, 24 ай бәрі бар. Бірақ өте қол жетімді бағада.
СДДД. Пламенное сердце дейді. Рахмет. Нұрай, номер тұр көмекшімнің, скрин жасап алыңдар. 1 айлық бесплатный программаны алыңдар қыздар, өздеріңмен жұмыс жасаңдаршы. Дым болмағанда. 8-747-7-40-76 Гаухар. WhatsAppқа шығасыздар. Скрин жасап алыңыздар. Қазір артынан кіріп естімей қалдым дегендер қазір YouTube'қа жүктеймін мына сабақты, сол жерден көріп алыңыздар. YouTube'қа да подписаться етіңіздер. Кто не подписан, подпишитесь, қыздар, ұмыт кетпеңдер мына TikTok'қа. YouTube'ты Құралай Калиева деп іздейсіздер. Күтем. Тез шешім қабылдаңдар.